Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ажурный модтан магнитиктің тағы бір түрін жасап үйретемін. Үстіне осындай сухоцветлармен әдемілейтін боламыз. Менің жаңа видеомды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, сіздерге қажетті заттармен таныстыра өтейін. Ең бірінші бізге осындай ажурный молд қажет болады. Молдты сіздерге алдында қалдырып кеттім, қай жерден алғанымды. Төменде тағы да қалдыратын боламын магазины, сол жерден алсаңыздар болады. Одан соң осындай үстіне сухоцветті қолданамыз. Бұны мен Пиндодадан алдым, және Валберштен де таба аласыздар. Ал қалған заттарды алдыңғы магнитик жасаған видеомда көрсеткен едім. Бүгінде тағы да видео барысында сіздерді таныстырып отырамын, және бүгін жаңа материалдарды қолданамыз, оны да видео барысында сіздерге айтамын. Мен алдымен сіздерге смоланың адам ағзасына қандай зиян береді, қалай одан қорғанамыз, сол туралы айта өтейін. Ең бірінші, біздер қолымызға перчатка, бетімізге маска тағып алуымыз керек. Маска одноразовый емес, кәдімгі респираторный маска таққанымыз жөн, себебі кей смолалардың иістері өте қатты, біздің тыныс мүшемізге әсер етуі мүмкін. Кейбір адамдарда аллергия болуы мүмкін, тыныс жүйелерінде зақым болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде маска тағып, қолымызға перчатка киіп аламыз. Смола төгілген жерді бірден сүртіп алуға тырысыңыздар, себебі ол одан кейін кетпей жабысып қалады. Үстелеріңіздің үстіне жаман бір дастархан болсын, немесе кет болсын, бір пленка болсын, төсеп алыңыздар, егер сіздің столыңыз керекті стол болса. Одан кейін бізге одноразовый стакан және таяқшалар керек. Суши таяқшалары немесе медицинский таяқшаны қолдана аламыз. Мендегі смола бұл густой смола. Осы смоланы жақсысы бізде бұл иісі жоқ. Көп смолаларда, көбіне корейский, европейский смолаларда түрлерге бөлінбейді, олардың иістері өте қатты болады. Мендегі смола біздерде густой, өте қою смола, бізге осы магнитикке жақсы келеді. Бұның өте сұйық түрі де бар, бірақ оны қолдануға кеңес бермеймін. Бізге осы густой смоланың 2-1 компоненті қажет. Бізде үлкен А компоненті, бұл бізде смола, ол қою болып келеді, ал екіншісі В компоненті, бұл бізде отвердитель, ол бізде сұйық келеді. Смоладан біз қазір 110 грамм алатын боламыз. 110 грамм бұл түгелдей 10 молдқа құю үшін жеткілікті. Біз үстінен тағы да прозрачный слой құймаймыз, сол үшін осындай көлемде алып жатырмыз. Егер де сіздер наклейканың үстінен тағы да бір слой құям десеңіздер, онда 100 алсаңыздар жеткілікті. Ал отвердительден соның тең жартысын аламыз. Соны 2-ге бөлеміз, сонда қандай сан шығады, соны біз отвердитель деп отвердительде құятын боламыз. Менде қазір 110 грамм смола болса, 55 грамм отвердитель болады. Және мына нәрсеге мұқият болыңыздар. Отвердитель қосқаннан кейін смола мен отвердительді жақсылап 3-4 минутқа дейін араластыруымыз керек. Егер дұрыс араласпай қалатын болса, смоламыз қатпайды, одан кейін бізге жарамай қалады. Смоланың өзі де молдта бізге жарамай қалуы мүмкін, сондықтан барлығына мұқият боламыз. Бұл жерде грамм-граммын дұрыстап өлшеу міндетті. Және осындай кухня весыйдың бір минусы, сіздер аз смола құйсаңыздар, ол көрсетпей қалады. Сондықтан сіздерге айтарым, астына бір материалды қойып, содан кейін ыдысты қойып, оған смола мен отвердительді бірге үстінен, сол цифрдің үстінен қосуға кеңес беремін. Себебі 0-ді басып, яғни тароны басып, сіз отвердительді өлшейтін болсаңыз, ол сізде көрсетпей қалуы мүмкін. Менде сондай жағдайлар өте көп болды. Бірақ көзбен өлшеп үйреніп қалғандықтан менде смолам жақсы шықты. Егер де сіздерде сондай жағдай болып смолаңыз қатпай қалатын болса, онда жасаған молдымызды біз морозильникке кішкене салып аламыз. Бізде қатқаннан кейін бірден молдтың ішіндегі смоланы шығарып тастаймыз. Оны уже мусорға лақтырып тастаймыз. Сол кезде біз өзіміздің молдымызды аман алып қала аламыз. Ал смоланы қайтадан қолдана алмаймыз. Және ойлап қалмаңыздар, біз қазір 110 грамм аламыз, оны кухня весі көрсетпей қалады деп. Жоқ, көрсетеді, тек 1 молдқа, 2 молдқа өлшейтін кезде ол көрсетпейді. Қазір біз 10 молдқа өлшейін деп жатқасын, оны бізде весі жақсы көрсетеді. Салмағы неғұрлым ауыр болса, бізде жақсы көрсететін болады. Және де тағы да айта кететін бір нәрсе, смола мен отвердительді араластырғаннан кейін сіздерде 15-20 минуттай ғана уақыт бар. Сондықтан смоланы құйып кетіп, оны тастап кетпейміз басқа жұмысқа. Тек осы 20 минуттың ішінде смоланы құйып үлгереміз. Егер де құймасаңыздар, смола ыдыстың ішінде қатып қалуы мүмкін. Біздерде осы смола кішкене біраз уақытқа шейін қатпай, өзінің қалпын сақтайды. Осыған шейін мен корейский, европейский смолаларды қолданып көрдім, олар өте тез қатып қалатын еді. Бұл смола сіздерге жұмыс істеуге мүмкіндік береді, егер сіздер жаңадан жасап жатсаңыздар да. Неге смоламыз бен отвердителімізді жақсылап араластырып алдық. Басында кішкене мутный түске айналды, одан кейін қайтадан прозрачный болды. Ішінде кішкене боздықтары болады, әрине араластырғаннан кейін. Енді оны 2-ге бөліп аламыз.
мына жерде мен кішкене аз алып қойған екенмін, сіздерге тағы да кішкене алуға кеңес беремін. Екінші бөлігіне, кішкентай бөлігіне біз осындай листовой патальды салатын боламыз. Патальдың сіздерге айтқан болатынмын, 3 бірдей түрі бар деп. Осындай біз бүгінгі видеода листовой патальды қолданамыз. Листовой патальдың серебро түрі, осындай золото түрі, бронза түрінде бар. Бізде золото түрі. Біз осындай листтан 2 лист қолданамыз. Мен жаңа жартысын қолдандым, және тағы да 2 листті салатын боламын. Бізде патальымыз неғұрлым көп болса, біздің смаламыз соғұрлым әдемірек болады. Және осы патальды салып жібергеннен кейін араластырған кезде сіздің паталіңіз өзі бөлініп смалада араласып кетеді, ол үшін уайымдамаңыздар. Ал паталіңіз аз болып қалса, смалаңыз ақшыл болып қалатын болады. Сондықтан мен айтқанда 2-2 жарым немесе 3 лист салсаңыздар жеткілікті. Біз бұны жақсылап араластырып алдық. Енді екіншісіне біздерде перламутровый пигментті қосатын боламыз. Ол бізге әдемі бір эффект беретін болады. Перламутровый пигменттің бірнеше түсі бар. Бүгінгі бізде осындай ақ түсті жемчужный эффект береді. Бұның розовый, көк түстері бар, өте көп түсте. Бұны мика деп те атайды. Таппай жатсаңыздар, мика деп те жазып іздесеңіздер болады, немесе пигмент деп жазып іздесеңіздер табасыздар. Енді екеуін осылай 2 жағынан құятын боламыз. Бізге патальдан ондай қатты керек емес. 3-тен 1 бөлігін осы патальмен, қалған бөлігіне бізде пигментпен. Енді сіздерге айтарым, пигментпен қосқан кезде біз ешқандай палочкамен қозғамаймыз, бір жерден ғана құямыз. Ол өзі әдемі болып ашылатын болады. Оны бізге қозғауға болмайды. Ең бірінші мен осылай аз-аздан қосып алдым. Себебі бірінші қосқан кезде мен түгел қосқан едім, сол кезде астында менде воздухтар қалып қойған. Сондықтан осылай кішкене аз бөлігін салып алып, одан кейін горелкамыздың көмегімен ішіндегі воздухтарын шығарып аламыз. Содан кейін қалған бөлігін үстіне құямыз. Бұл жерде мен кішкентай горелканы қолданып жатырмын. Алдыңғы видеода сіздерге корректорды көрсеткен едім. Мен корректор мен горелканы бірге қолданам деп молдымды өртеп алуға қалдым. Сондықтан екеуінің біреуін ғана қолдануға кеңес беремін. Себебі спиртті көп құйсаңыздар да, одан кейін горелканы қоссаңыздар, ол өртеніп кетеді екен. Енді ақ жаңағы пигментный смаламызды құйған кезде дәл сол құйған точкамыздан құятын боламыз. Ол өзі ортаға қарай тартылып әдемі жемчужный эффект береді. Жемчужный эффект деген бізде осы. Сіздерге айтқанымдай, мен перламутровый смаланы көбірек алып қойған екен прозрачныйдан. Сондықтан менде прозрачный кішкене аз болып қалды. Чуть-чуть кішкене көп алуым керек екен. Сіздер соны ескерерсіздер. Жаңа спирт деп айтып жатқаным ол корректор. Корректордың ішінде бізде дәл спирттей иіс шығады, этилный спиртке ұқсайды. Барлығын болғаннан кейін бізде воздухы қалып қоймады ма, соны бір жағынан қарайтын боласыздар. Ол жарыққа көрінеді воздух қалған болса. Одан кейін біз оны 10 сағатқа қалдырамыз. Негізі 24 сағат делінген, бірақ 10 сағаттың ішінде біздің смаламыз кебетін болады. Менің смалам бір күн тұрды, себебі мен видеоны түнгі уақытта ғана түсіре аламын, сондықтан соған жайын қалдырып қойдым. Міне осындай болып, әдемі болып біздің смаламыз кебетін болады, осылай жеңіл алынады, глянцевый эффект беріп тұрады. Алдыңғы видеомда сіздерге осындай стеклянный тастарды қалай жабыстыру керектігін үйреткен едім. Ол видеомды төменде ссылкасына өтіп көрсеңіздер болады. Міне осындай етіп тастар жабыстырдық. Бүгін осылай гүлін жабыстыратын боламыз. Мен бұл жерде примерно көрген едім. Және ол жерде біз үстіне тағы бір прозрачный слой құйған едік. Бүгінгі видеода прозрачный слой құймаймыз, бірақ құйсаңыздар да болады. Осындай золотой крошканы да қолдана аламыз. Золотой патальға золотой крошканы, және бізде осындай патальдың серебро түрі бар. Ол да дәл жаңағы паталь сияқты болады, бірақ түсі күміс түстес. Оған да қасына күміс крошкаларымыз бар. Соларды қолдана аласыздар. Енді дайын болған магнитиктарымызға біз наклейкамызды жабыстырып аламыз. Алдында сіздерге осы мини принтер жайлы көрсеткен едім. Бүгін де сол мини принтермен біз салауат шығарып алдық. Мини принтерді қалай қолдануды сіздерге алдыңғы видеомда көрсеткен едім. Төменде сол видеоны қалдырып кетемін. Сол жерден принтерді қалай қолдану керектігін үйреніп алсаңыздар болады. Бұл жерде бізде прозрачный дөңгелек наклейкамыз 50-50 мм. Соған біз салауатымызды шығарып алдық. Бұны бізде ажурный молтымызға жабыстыратын боламыз. Ажурный молтымыз бізде 7-7 сантиметрде. Бұған бізде дәл келеді осындай 50-50. Бір шетіне ғана әдемілеп жабыстырамыз, және үстін міндетті түрде жақсылап жабыстырып шығамыз. Еш жерінде воздух қалып қоймайтындай. Көріп отырғандарыңыздай осылай да өте әдемі, бірақ жанына осындай крошканы салып, біреуіне стеклянный тастарды салып әдемілеуге де болады. Немесе бүгінгі көрсететін осындай сухоцветыларды
қолданып та біз әсемдей аламыз. Видеода осы сухоцветларды көрсетемін. Әрине, сухоцветлардың түрлері өте көп. Лагурус, гипсофила, тағы да басқа бірнеше түрлері бар. Бүгін осындай сухоцветларды қолданып сіздерге көрсетейін дедім. Сіздердің қалауларыңыз бойынша әрине осылай етіп өзімізге керекті сухоцветті қиып аламыз. Қай түспен қай түс үйлеседі, соны келтіріп алатын боламыз. Немесе сіздердің клиенттарыңыз қандай қалайды, сондай етіп жасап берсеңіздер болады. Одан кейін бізге осындай жартылай моншақ қажет болады. Жартылай моншақты бүгін мен алып келген едім, бірақ мен кішкентай размерін алып қойыппын. Оны байқамаппын. Мен осындай үлкен көлемін 500 теңгеге алдым. Бірақ мен 5 мм-лік түрін алыппын. Ол өте кішкентай, әдемі көрінбейді екен, бірақ үйде менде осындай сұр түсті моншақ қалған екен. Бұрын бір нәрсеге қолданған едім. Содан қалыпты, соны өлшеп көрсем, сол өте әдемі келеді екен. Сондықтан соны қолданам деп шештім. Ол бізде 8 мм және оған түстес келеді деп көк сухоцветті алған едім. Осылай етіп біз ыстық желіммен қалаған жерімізге жабыстыратын боламыз. Міне мен ыстық желімді қосып қойдым. Ол ерітіп болғанша сіздерге магнитик туралы айта кетейін. Артқы жағына біз магнитик жабыстырамыз. Оны біз осы ыстық желіммен жабыстырып жүрген едік. Енді біз бүгін басқа нәрсемен жабыстыратын боламыз. Бізде магнитик осындай. Магнитиктің размерін алдыңғы видеода сіздерге айтқан едім. Бүгін тағы да сіздерге өлшеп көрсеттім. Бізде оның диаметрі 25 мм, яғни 2,5 см екен, ал қалыңдығы 3 мм. Осы бізге магнитикке жақсы келеді, өзін жақсы ыстайды. Немесе 4 мм-лік түрінде алсаңыздар болады. Енді осыны біз артқы бөлігіне осы ыстық желімізбен жабыстырып жүрдік. Енді осындай Adfix клеймен жабыстыруды үйретемін. Ол осындай екі бөліктен тұрады. Біріншісі 101 клей сияқты осындай жидкий түрі. Оны біз магнитигімізға желімдеп аламыз. Ондай көп алмаймыз, кішкене видеодағыдай көлемде алсаңыздар жеткілікті. Енді магнитигіміздің өзіне осы екінші бөлігі спрейімізді шашып, магнитигімізді дәл сол жерге ұстап тұрамыз, және жанынан кішкене шашып жіберетін боламыз. Екінші бұл спрей түрі бізде тезірек жабысып қалу үшін көмек береді. Бұл клей өте жақсы ұстайды. Бұл клейді мен қайтадан алғым келген, магнитикті алып тастап, үстіне тағы да бір слой қойғым келген. Сол кезде мен бұл магнитикті вообще босата алмадым. Ал ыстық желім болса, оны алып тастау өте оңай. Және ыстық желімді байқасаңыздар, ортасында кішкене бөлігі көрініп тұрады. Ал Adfix клейде ешқандай бөлігі қалмайды ортасында. Осындай айырмашылығы бар. Енді қай түрін қолданасыздар, оны өздеріңіз шешіңіздер. Қолыңызда қай түрі бар, екі түрі де өте жақсы, бірақ осы Adfix клейі өте мықты жабысып қалады екен. Енді біздің ыстық желіміміз еріді. Кішкене бөлігін біз өзіміздің пластмассамызға жағып алдық. Одан кейін қалған бөлігін біз магнитигімізға жаққан болатынбыз. Көп бөлік алмаймыз, себебі ол қатты қалың болып кетеді. Кішкене бөліктің өзі бізге жеткілікті. Осылай сухоцветімізді орналастырып, үстіне біз моншағымызды қондырамыз. Бізде осындай әдемі магнитик дайын болды. Бұл жерде тек қана бір ғана слоймен құйдық. Бетіндегі наклейкасын алып тастайды аласыздар. Бірақ бетіне тағы да бір слой құюға негізі кеңес беремін. Бұл жерде мен жаңағы сухоцветті жабыстырған бөлігіміз, бұнда үстінде ешқандай смола құйылмаған. Мына түрінде біз ешқандай нәрсе жабыстырмай, тек қана наклейка жабыстырып қойдық. Ал мына үшінші түрінде мен үстіне прозрачный смола құйып, жанындағы тастарын орнатқан едім. Байқасаңыздар, үстіне тағы да смола құйғаннан кейін жазуларым өте анық көрінді. Және әдемі глянцевый эффект беріп тұр. Енді қай түрі сізге ұнады, өзіңіз таңдайтын боласыздар. Бүгінгі алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Сіздермен мен Аяулым Марисқызы. Менің каналыма тіркеліп, инстаграмыма да тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.